Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілінің грамматикасы атты қосымша сабағы. Біз өткен сабақтарда сіздермен дыбыс және әріп, табиғат дыбыстарынан тіл дыбыстарының айырмашылығы, әріп дегеніміз не, дыбыс пен әріптің айырмашылығы, әліппе дегеніміз не деген сияқты сұрақтарға бірге жауап іздеген болатынбыз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дәптерлеріңді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз дауысты және дауыссыз дыбыс түрлерін қайталау, тақырып мазмұнын бекітетін тапсырмалар орындау. Балалар, қазақ тіліндегі әріп саны 42, ал дыбыс саны 37. Бұның ішінде дыбыс бола алмайтындары 5, яғни оның 3-еуі қосарлы дыбыстар, ю, я, йо, және қалған 2-еуі жіңішкелік, және айырым белгісі. Балалар, біз дыбыстарды дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс деп екіге бөлеміз. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалады екен. Олардың саны 25. Дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді: ұяң, үнді және қатаң. Әліппедегі қатар келіп тұрған 7 дыбыс ұяң дауыссыздар болып есептеледі. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З және Х. Үнді дауыссыздар. Біз ырлеуімінің деп жататамыз, сіздерге. Р, Л, қысқа И, У, М, Н, Ың. Мінекей балалар, ұяң мен үнді дауыссыздардан басқа қалған дауыссыздар қатаң дауыссыз дыбыстар болып есептеледі екен. Олар К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Мінекей балалар, дауыссыз дыбыстардың түрлерін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ал ендеше дауысты дыбыстар түрлерін бастайық. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың саны 12. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамай шығуынан жасалады екен. Балалар, біз дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар және жіңішке дауыстылар деп екіге бөлеміз. Жуан дауыстылардың саны 4. А, О, О, Ы. Балалар, мен У дыбысын арнайы белгілеп қойдым. Яғни У дыбысы бірде жуан, бірде жіңішке болады. Егер жуан дауыстылармен келсе, ол У жуан болады. Жіңішке дауыстылармен келсе, жіңішке болады екен. Асқар, орындық, ұзындық, ыдыс сөздері. Бұлар жуан буынды сөздер, яғни құрамында жуан дауыстылар болғандықтан жуан буынды сөздер болып есептеледі. Жіңішке дауыстылар: Ә, Е, Ө, Ö, Ә, И, Е, У. Яғни балалар, бұл жерде сіздер жуан дауыстылардың жаттап алатын болсаңыздар, қалған дауыстылардың барлығы жіңішке дауыстылар болып есептеледі екен. Әтеш, еркіндік, өрік, үкі, із, ит, электр, келу сөздерінің құрамындағы дауысты дыбыстары жіңішке дауыстылар болғандықтан, бұл сөздер жіңішке буынды сөздер болып есептеледі. Ендеше балалар, дауысты және дауыссыз дыбыстың түрлерін дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Балалар, құрамындағы дауысты дыбыстарға қарап біз сөздерді жуан буынды сөздер және жіңішке буынды сөздер деп бөлеміз. Мысалы, сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған қайрат, өшіргіш, қант, ықылас сөздерін талдап көрейік. Қайрат сөзі құрамында дауыссыз дыбыстар А, бұлар жуан болғандықтан қайрат сөзі жуан буынды сөз болып есептеледі. Өшіргіш сөзі
Құрамындағы дауысты дыбыстар ө және Бұлар жіңішке дауыстылар. Яғни өшіргіш сөзі жіңішке буынды сөз болады. Қант сөзі. Құрамындағы дауысты дыбыс а. Бұл жуан. Яғни қант сөзі жуан буынды сөз. Ықылас сөзі. Құрамындағы дауыстылар а. Бұл дауыстылар жуан. Сондықтан ықылас сөзі жуан буынды сөз болып есептеледі. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма. Мына берілген сөздер, яғни адам, жапырақ, әйнек, үлкен, қаламсап сөздерін құрамындағы дауысты және дауыссыз дауысты дыбыстар, яғни жуан жіңішкелігіне қарай отырып, құрамындағы дауыстылардың жуан буынды сөздер және жіңішке буынды сөздерге топтастырыңыздар. Яғни топтастыру үшін біз сөздің құрамындағы дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішкелігіне қараймыз. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, сіздерге екінші тапсырма. Мына сөздерге тиісті қосымшаны жалғаңыздар. Балалар, бұл жерде сіздерге түсіндіре кететін жайт, егер сөз жуан буынды сөз болса, оған қосымша жуан болып жалғанады. Мысалы, қала. Құрамындағы дауысты дыбыс а, яғни жуан буынды сөз. Оған жалғанатын қосымша да жуан болу керек. Яғни ға, қалаға. Біз қала, ге деп жіңішке буынды қосымшаны жалғамаймыз. Бұл қате болады. Тағы мысал, күзгі, күз сөзі. Бұл жіңішке, яғни күз сөзі жіңішке буынды сөз. Оған жалғанатын қосымша да жіңішке болу керек. Күзгі деп жалғаймыз. Күзгі деп жалғай алмаймыз. Егер бұлай жалғасақ, қате болады. Яғни балалар, сіздерге беріліп тұрған тапсырма асық, күшік, бір, сары деген сөздерге жақшаның ішінде берілген дұрыс қосымшаны жалғаңыздар. Мысалы, асық ке бола ма, немесе асық қа бола ма? Ендеше балалар, сіздерге тапсырманы орындауларыңызға сәттілік. Тапсырмалардың барлығын орындап болғаннан кейін мұғалімге жолдаңыздар. Тапсырмаларды міндетті түрде дәптерге жазыңыздар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.